Сенім бұл тауды да орнынан қозғалталады. Егер сеніміңіз берік болса, ол тіпті сіз ойланбаған нәрсені береді. Шынайы мүлтіксіз сенсеңіз, бәрі өз уақытында орындалады. Барлығы бірден болмауы мүмкін, бірақ жаратушының өз жоспары бар. Сол бір қарапайым жігіттің жетістікке қалай жеткенін көрсету үшін мен таңдалдым. Чарлиз Оливейра, бразилиялық керемет жауынгерлердің ізбасары. Біз оның мықты жігіт екенін баяғыдан білеміз, бірақ ол күннен күнге көз алдымызда дамып жатыр. Оливейраның басып өткен жолы ерекше. Ол бәрінен үстем болды, және өз карьерасында мықты екенін барлығына дәлелдеді. Ол өз мансабын 10-8 ұпаймен және бір сәтсіз жекпе-жекпен бастаған адам ретінде есте қалды. Чарлиз Оливейра бұл спорттағы ең бір епті жауынгерлердің бірі. Өз өмірінде көптеген қиындықтарды еңсерген жас жігіттің өнерін көру бір ғанибет. Ешқашан берілмеңіз және сеніміңізді жоғалтпаңыз. Мықты болыңыз. Міне, енді ол UFC-дегі 11 жыл карьерасынан кейін барлығын өзіне қарата алатын дәрежеге жетті. Чарлиз Оливейра, UFC жеңіл салмақ дивизионының теңдессіз чемпионы. Оливейраның жасап жатқанына сену қиын. Ол барлығын қателіксіз жүзеге асыруда. Чемпион болғың келсе, сенің бойыңда бір жүйелілік болу керек. Бұл Оливейрада бар, және бұл оны өте жақсы пайдалана алады. Оның кез келген позицияда соққы жасай алуы бұған дәлел. Өмір маған ештеңеге жарамсызсың деді, бірақ қараңдаршы, мен чемпионмын. Иә, Оливейра чемпион атанды, бірақ үміткерлердің деңгейі күннен күнге өсуде. Бұрынғы уақытша чемпион Джастин Гейджи оған қарсы келмекші. Чарлиз Оливейраны тоқтату кімнің қолынан келеді? Жеңіл салмақ чемпионы жалғыз. Ол қолыңнан не келеді, соны жаса, мен бірақ көтеремін. Өйткені мені Құдай қолдайды. Енді кім Оливейраны тоқтата алады? Ол менмін. Ислам Махачев. Ол жігіттің деңгейі мүлдем басқа. Дағыстанның кішкентай ғана ауылынан UFC чемпиондығына дейін. Қарсы алыңыздар, Ислам Махачев. Тарихтағы ұлы жауынгер Хабиб Нурмагомедовтан кейін кезек Ислам Махачевқа келді. Ол Хабибпен бірге IKEA-ге бірінші келген жауынгерлердің бірі, және Хабибтің әкесінен көп тәлім алған. Енді ол барлығына жеңіл салмақтағы келесі үміткер өзі екенін дәлелдемекші. Бұл жігіт алдағы сынға тас түйін дайын екенін көрсету үшін келе жатыр. Ислам Махачев нағыз киллер, оның грэпплингтегі деңгейі өте жоғары. Бұл салмақта Махачев неліктен өте қауіпті жауынгер екенін алда бәріміз көретін боламыз. Онымен ешкім кездескісі келмейді, бірақ бәрібір төбелесулеріне тура келеді. Ол өте талантты. Оның жекпе-жекті контроль жасау шеберлігіне ешкім тең келмейді. Өзіңді келесі ұлы жауынгер деп елестету бір бөлек, бірақ оны әрекетпен қуаттау басқа нәрсе. Ислам Махачев, ол тек жеңіл салмақтағы мықты жауынгер ғана емес, қазірдің өзінде салмаққа тәуелсіз күрескер. Ей жігіттер, менен ешқайда қашып құтыла алмайсыңдар, мен сендерге бара жатырмын. Бұл ойында деңгей бар, чемпиондар бар, бірақ ұлы жауынгер жалғыз ол менмін. Ислам Махачев, бұл ерекше жауынгер, жаңа Хабиб. Онымен төбелесуге ешкімнің жүрегі дауаламайды. Жеңіл салмақ шыңына таласушы мықты жауынгерлер көбейді, бірақ бұл шыңда жалғыз біреу ғана қалу керек. Исламды ешкім жеңе алмайды, соққыға жыға алмайды деп көпшілік айта береді. Бірақ біз адамбыз, әйтеуір бір кемшілігіміз бар. Сондықтан ол мен үшін кезекте тұрған біреу ғана. Ислам Дэн Хукерді қиналмай-ақ жеңіп тастады. Дәл қазірдің өзінде Ислам Махачев UFC чемпиондық белбеуінсіз де өте қауіпті жауынгер. Ол тек қана толыққанды спортшы емес, сонымен қатар қарсыласын таптап өтуге дайын тұрған танк. Бұл оның қатарынан 10-шы жеңісі, 4 жекпе-жегін уақытынан бұрын аяқтаған. Ол әркез октагонға шыққан сайын жай ғана төбелесіп қоймай, жекпе-жекті контрольда ұстап, қарсыласын уақытынан бұрын жеңеді.
Ислам үздіктердің үздігі, тіпті болашақ жеңіл салмақтың королі. Иә, оның әлдеқашан белдікке үміткер атанатын уақыты келіп жетті. Маған белдік үшін жекпе-жек беріңдер, қай жерде, қашан, мен дайынмын. Чарльз Оливейра Ислам Махачев жекпе-жегі UFC 280 турнирінде. Турнир Абу-Дабиде жауынгерлер аралында өтеді. Біз Этихад Арена, Абу-Даби, Біріккен Араб Әмірліктеріндеміз. UFC 280 Оливейра Махачев жекпе-жегі. Мен Исламды сыйлаймын, ол сыйластыққа тұрарлық жауынгер. Бірақ жекпе-жекте мен тек қана нокаутты іздеймін. Мен Оливейраны жеңетінімді білемін. Ол әрдайым беріледі, және мен оны бұған мәжбүрлеймін. Бұл ивент қалай өтетіні маңызды емес, маңыздысы жеңіс. Менің мақсатым Оливейраны партерде жеңу. Өйткені мен барлығына жеңіл салмақтың үздігі екенімді дәлелдегім келеді. Мен мықтылардың мықтысы екенімді дәлелдеймін. Махачевті бірінші раундта ұйықтатамын. Мен Дағыстандық жаңа чемпион атанамын. Ислам Махачев Оливейраны қылқындырып тастады және белдігін тартып алды. Ендігі біздің жоспарымыз Австралияға тікелей ұшып барып Pound for Pound үздігі Волкановскиймен кездесу. Pound for Pound үздіктерінің шайқасы. Сен жеңіл салмақ дивизионының чемпионы ғана емес, әлемдегі номері бірінші жауынгерсің. Чарльз Оливейра үшін Ислам Махачевқа қарсы қарымта жекпе-жек өткізу бұл міндетті. Ол бұны сөзсіз қалайды және екінші мүмкіндікке әбден лайықты. Исламға қарсы реванш Оливейра қалайтын жалғыз жекпе-жек. Бұл өмір сізге кез келген уақытта қиындық алып келеді. Бірақ бұл сіздің сеніміңіздің қаншалықты берік екенін тексеру үшін жаратқанның сынағы. Мен өзімнің бұған дейін ең үздік болған позициямда жеңіліп қалдым. Бұл мен үшін қаншалықты ауыр болғанын айта алмаймын. Чарльз Оливейра Исламмен реванш алуды қалайды. Кейде сен өзіңе ұқсамайсың, бүгін сондай күн болып тұр мен үшін. Бірақ біз міндетті түрде қайталаймыз, уәде беремін. 22 қазан UFC 294 турнирінде Махачев өзінің чемпиондық белбеуін қарымта кездесуде Чарльз Оливейрадан қорғайтын болады. Ислам Махачев Чарльз Оливейра қарымта жекпе-жегі керемет болайын деп тұр. Бұл олардың спорттық мансаптарындағы ең керемет жекпе-жек. Кім екені маңызды емес, мен дайынмын. Чемпион Ислам Махачев. Оның қолынан барлығы келеді, тейкдаун, қолмен жасаған соққылары бәрі керемет. Төбелесіп көрмей сезін алмайсың мұны. Үміткер Чарльз Оливейра. Оливейра нағыз жыртқыш. Ол бұл жерден ойып тұрып орын алған. Оның шабуылдары қарсыласы үшін қайтарымсыз. Чарльз Оливейра бұл дивизионда қатарынан 11 рет жеңіске жеткен. Оның 10-ын уақытынан бұрын аяқтаған. Біз UFC-де көрген үздіктердің үздігі. Бірақ Ислам Махачев өте қауіпті. Және оның шеберлігі қарсыласы үшін әрдайым тосынсый. Оның тейкдауны мен физикалық күшіне төтеп беру өте қиын. Мен өз белдігімді қайтарып аламын. Оливейраны бұл жолы да уақытынан бұрын жеңемін. Олар бұл спортты әлемге танымал етушілер және өз дивизиондарының үздіктері. Сіз бұл UFC жұлдызды жекпе-жегін өткізіп алмаңыз. Бұл сіздерге ұнайтынына күмәнім жоқ. Махачев Оливейра 2, 22 қазан UFC 294 турнирінде.